Заман өзгерсе де, Құдай ешқашан өзгермейді. Мен Мұсамен бірге жүріп, оған қалай жар болған болсам, саған да солай жар боламын. Иешуа 1 тарау 5 аят. Сіз өзіңіздің Мұсаның орнында болғаныңызды көз алдыңызға елестете аласыз ба? Құдай Мұсаны әртүрлі кереметтер көрсету үшін қолданды. Ніл өзенін қанға айналдырды, Қызыл теңіздің ортасын қақ бөлді. Мысырдың әскерін қырып тастады. Синай тауында дегеннен халқына арналған Құдай заңын берді. Сондай-ақ айналада жүрген 2 миллионнан астам израильдіктерді күн сайын тамақтандырды. Сіз осындай керемет іс тәжірибесі бар адамның соңынан ерер ме едіңіз? Алайда Құдай Иешуаға: тірі кезіңде ешкім саған қарсы тұра алмайтын болады. Мен Мұсамен бірге жүріп, оған қалай жар болған болсам, саған да солай жар боламын. Кейін Иешуа өзінің Мұсаның ісін ары қарай жалғастыра алатынына сенімді болды. Сіз Құдайдың құралы болып, кереметтер жасаған осындай адамдар жайлы әңгімелерді оқыған кезде ойланып, мүмкін өзіңізге: Құдай қазіргі заманда да осындай істер жасап жүрме дерсіз. Ал заман өзгерсе де, Құдай ешқашан өзгермейді. Мұса, Паул, Дебора, Естер арқылы жұмыс істеген Құдай сіз арқылы да жұмыс істейтін болады. Сіз жеңілістің алдында тұрғанда, ол сізді жеңіске жеткізе алады. Сонымен бірге ол өткен жылғы сәтсіздікті осы жылы тойға айналдыра алады. Киелі жазбадағы қаһармандардың бәріне тән бір ортақ жағдайы бар. Олар қарапайым адамдар болса да, құдіреті шексіз Құдайға сенім артып, оның өздерін игі нәтижеге жеткізгендеріне күмәнданбай тәуекел еткен. Ал Құдай солай істеді де. Паул елші: ал біз көргенімізбен емес, сенімімізбен өмір сүреміз деп жазылған. Сіз сенім арқылы жай айтып қана қоймай, ал нақты істер жасамасаңыз, шайтан бұған қапаланбайды. Құдай сізге арнап бірдеңе айтса, бұл әрекетсіз игілікті мақсат үшін. Ол сізге бір істі жасауға бұйырса, онда соған қажетті қабілет пен күш қуатты да береді. Ендеше Құдай дәл қазір сізге не деп тұр?